Баршаға сәлем. Бүгін біз қарапайым нан бөліктерінен екі түрлі даңғас жасаймыз. Француз тостының жұмсақтығы мен гренкидің қытырлығы бір видеода. Қолдау мақсатында каналға тіркеліп, лайк, пікір қалдыра кетіңіздер. Ендеше кеттік. Алдымен бізге қарапайым нан бөліктері қажет. Егер де үйіңізде тойдан, сарқыттан келген нандар болса, осы рецепті пісірсеңіз болады. Яғни жаңа піскен нан емес, 1-2 күн тұрып ескіре бастаған, суы қашып құрғай бастаған наннан керемет тост пен гренки шығады. Дәл осы рецепт сүрерде менде ондай нан болмай қалды, сондықтан мен дүкендегі нанды микротолқынды пешке салып қыздырып алдым. Сол арқылы біраз суы қашып құрғады. 2-3 минут қыздырған соң нан өте құрғақ бола бастайды. Дәл біздің рецептке керек нандар. Ең алдымен француз тостынан бастаймыз. Ол үшін ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Нан бөліктерін батыруға ыңғайлы жалпақ ыдысқа салып алдым. Шым-шым тұз қостым. Шамамен 40-50 мл сүт қостым. Енді бәрін біріктіріп араластырып шығамыз. Қосымша біраз қасық қант қосуға да болады. Енді нан бөліктерін осы қоспамызға батырып аламыз. Жақсылап екі жағынан аунатып сіңдіреміз. Мен екі түрлі рецепт үшін 3 нан бөліктерін қолдандым. Енді қуыру үшін табамызды қыздырамыз, оған сары май бөліктерін саламыз. Оттың астын қатты қоймаңыздар, әйтпесе күйіп кетеді. Орташа немесе орташадан жоғары қойсаңыздар болады. Міне осылай салып, нанның екі беті қызарғанша қуырып аламыз. Дәл осылай келесі екі бөлікті де қуырып алыңыздар. Осымен біздің тост дайын. Бұл тәтті десертке жатады. Үстінен бал қосуға болады. Жеміс-жидектермен ұсынылады. Тағы да қалауыңызша варенье немесе қаймақ қоссаңыз да болады. Мен үстінен қант ұнтағын септім. Ал енді келесі рецепт өзімізге үйреншікті гренки. Бұл дәмді бала кезден барлықтарыңыз білесіздер деп ойлаймын. Оған қажет 2 жұмыртқа, шым-шым тұз, паприка, қалауыңызша, және де бәрін араластырамыз. Осы қоспамызға нан бөліктерін батырып екі жағынан аунатып аламыз. Қалған нан бөліктерін де дәл солай аунатып аламыз. Енді табамызға сұйық май құйып, нан бөліктерін екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Ыдыс түбіндегі жұмыртқаны нан үстіне бөліп құйсаңыз болады. Қалған екі бөлігінде дәл солай қуырып аламыз. Міне біздің классикалық гренки дайын. Міне бір наннан жасалған екі түрлі таңғы ас түрін жасадық. Соңында қоса кетерім, негізі классикалық гренкиге өзіміздің бөлке нан өте жақсы кетеді. Дәл сол бөлке нанмен өте дәмдірек шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер, пікірлеріңізбен бөлісіңіздер. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп лайк, пікір қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.